Біздің әп-әдемі Клара, ду қол шапалақ. Жалпы кәрі қыздар дейді. Қыздардың жанын тек қана қыздар түсінеді. Көктем келіп жатыр Астанаға. Барлығы да қуанышты, барлығында позитив. Тек қана мен үшін көктем кәдімгідей депрессия. Себебі мына артық килограммдардың бәрі де шыға бастайды көктемде. Көріне бастайды. Содан еңіреп отырып жылаймын. Шамамен бір 2 литр жас жылаймын. Логика бойынша 2 литр жас, ол 2 килограмм азаю керек қой. Менікі вообще 1-1 килограмм азаймайды. Сондықтан мен көктемді жек көремін. Әсіресе май айын. Жалпы май деген сөзді жек көремін. Әрине, достарым маған, Клара, давай диетаға отырсай деді, диетаға отыр, диета ұстан. Мен де ойланып қоямын, мүмкін диетаға отыру керек пе еді деп, бірақ менің жасым 30-дан асып барады, өзім бойдақпын. Отырып қалу деген сөзді қаным сүймейді. Әрине, толық болу соншалықты жаман емес, оның өзіндік бір плюстары бар. Мәселен, біріншіден біз кез келген жерде богаты көрінеміз. Және де бізді ешқашан да ешкім жеңіл жүрісті, жеңілтек қыз деп ойламайды. Егер біз машинаға отыратын болсақ, артқы қатарға сығылыспаймыз. Біз алдыңғы қатарға шопырдың жанына отырамыз. Көлік болмай автобусқа кіретін болсақ, ол бізге барлығы да 2 қабат деп ойлайды, орын береді. Акциясы бар дүкенге біздер асықпай барамыз, саспай барамыз, себебі біздің размерлер бәрібір сатылмай қалады. Жалпы жігіттердің құлағына алтыннан сырға. Ең тәрбиелі, ең тіл алғыш қыздар, ол толық қыздар. Себебі әжесі мен атасының кішкентай кезінде барлығын жеп қой дегенін тек толық қыздар мүлтіксіз орындайды. Жалпы егер де былай алатын болсақ, толық қыздар махаббатқа өте берік келеді. Өйткені толық қыздармен араласып жүрген жігіттер шын мәнісінде оның ішкі сұлулығына ғашық болады. Толық қыздармен үйленген кезінде де өте ыңғайлы. Олар мас киюді проблема деп санамайды. Төңкеріп алады, үйлеріне қайта береді. Жігіттер, жалпы толық қыздармен дос болып жүріңдер, қысты күні боранда біздер ықпыз. Жазды күні кәдімгідей күн ыстық болып тұрған кезінде біз көлеңкеміз. Мен бар ғой, кәдімгідей енді нормальный қыздар сияқты кейде ойлаймын ғой, спортпен айналысып, кішкене вес тастап дегендей жүгірейін деп, бір күні шешіндім, бел байландым, барайын деп. Сөйтіп спортивкамды киіп далаға шығып бара жатсам, жанынан бір жігіт өтіп бара жатыр. Қарындас, спортқа ден қойғаныңыз дұрыс болыпты дейді. Вроде комплимент, но почему-то обидно. Жалпы толық қыздардың плюстары көп деп отырмыз ғой. Біріншіден, олардың холодильнигінде міндетті түрде жейтін бірдеңке табылады. Автобуста толық қыздың жанына отырсаңыз, оның иығы ең жұмсақ иық. Және де тағы, толық қыздармен жігіттер дос болыңдар, намек емес, ешқандай, араласып тұрыңдар. Біз ешқашан да жазды күні пляжға барайық деп қыңқылдамаймыз. Жалпы толық қыздар суға батпайды негізі. Бірақ батса да тауып алу оңай. Байқадыңыздар ма, толық қыздар кез келген жылдың мезгілінде әппақ. Себебі пляжға барған күннің өзінде олар жабық купальник киеді. Ал соляриге сыймайды. Толық қыздардың өзіндік бір мамандықтары бар, міндетті түрде жұмыс жасайтын. Толық қыздар олар жақсы поварлар. Толық қыздар олар вахтерлер, бухгалтер болуға шанс көп. Бірақ егер сіздер толық секретаршаны кездестірсеңіз, ол кісі өзінің нағыз маман кәдімгідей. Оған сеніңіздер. Біздің заманда толық қыздар
жақсы фотографтар. Мен оған көзім жетті. Өйткені бар ғой, мынаның бәрін көрсетпей, дұрыстап тұрып, артықшылықтар, кемшіліктер жоқ. Артықшылықтардың бәрін көрсетпей, дұрыстап тұрып түсу үшін оған кәдімгідей шебер өнер болу керек. Я, біз интригантпыз. Біз тек қана көзімізді түсіреміз фотоға, немесе тек қана бетімізді түсіреміз, төбемізден түсіреміз, бар ғой, кусочекпен беріп отырамыз. Совсем не важно болып бара жатса, онда маникюрді түсіре саламыз. Дағдарыс заманы барлығы да біледі, толық қыздар өте экономичный. Бірақ мысал, ванныға суға түскенде бізге су аз кетеді. Толық қыздар өте мейірімді, өте кешірімшіл. Олай болуының да себебі бар, өйткені олар бәрібір өзін ренжіткен адамды қуып жете алмайды. Бірақ жігіттер, әсіресе жігіттер, толық қыздар мейірімді деп оларды ренжіте бермеңдер. Өйткені біздер абайсызда келе жатып, үстеріңізге сүрініп кетсек, жағдайларыңыз жаман болады. Сіздермен бірге болған өте мейірімді Клара. Конфетный